pisi koydu. Kesti koydu. Tasılı. Тісің жоқ па? Bana tasılı. Мынау не мынау? Автобус. Ağız yaptım. İsti. Міне үш те. Muhammed Resulullah. Esedullah. İlahe illallah. Esedu enne Muhammed Avruhu. Vasıl. Ben yaptım. Ben yaptım. Mama sizin nasıl Баршаңызға сәлем. Менің бүгінгі жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге әсіресе жас аналарға пайдалы кеңес бергім келіп отыр. Бүгінгі өзекті тақырып баланың тілінің кеш шығуы туралы болмақ. Қазіргі заманда екінің бірінде кездесіп жатқан соң менің өз баламның қалай сөйлеп кеткен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Бала тілінің кеш шығуы әрине әркімде әртүрлі, бірақ өз балам 3 жасқа толар кезінде сөйлей алмауы, сөздерді түсінбейтіні мені қатты алаңдатты. Дереу әрекетке көштім. Қазір балам 3 жаста және Алланың мейірімімен ол сөздерді түсіне алады, барынша сөйлеп түсіндіре алады. Әрине алдыңғы 2 тісі болмағандықтан сақауша сөйлейді, бірақ ең бастысы сөйлегеннің өзі біз үшін үлкен жетістік. Әр ана баласы үшін алаңдайды. Бала жасына қарай тілі кеш шығып жатса, дереу әрекетке көшкен жөн. Мысалы, мен баламмен көбірек сөйлесуге тырыстым. Онымен бірге ойнап, оны ойнататынмын. Ақыр соңында оған кәдімгі күнделікті айтып жүрген дұғаларымды үйрету жетпей жүр екен. Аллаға сансыз шүкір, дұғалардан кейін балам сөйлеп кетті. Қандай дұға екенін видео соңында толық айтып беретін боламын. Ал дәл қазір сіздерге бала тілінің кеш шығуы, ЗПР, психикалық дамымау, немесе дамудың баяу болуы не себептен туындайтынын және сондай жағдайда көмектесетін пайдалы кеңестермен бөліскім келіп отыр. Себебі алдымен әрекетін жасамай, тек дұға айтып шектелсек, ешқандай нәтиже көрмеуіміз мүмкін. Баланың тілінің кеш шығуының бірнеше себептері бар. Біріншісі тұқым қуалаушылық. Егер отбасында тілінің кеш шыққаны байқалған адамдар болса, бұл балаға да әсер етуі мүмкін. Екінші, қоршаған орта және қарым-қатынас. Балаға жеткілікті назар аударылмауы, онымен аз сөйлесу, қарым-қатынастың шектелуі болуы баланың тілінің кеш шығуына себеп болуы мүмкін. Бала әлеуметтік ортада белсенді болса, яғни онымен сөйлесетін адамдар көп болса, оның тілінің шығуы тез болады. Үшінші себеп – экран уақытын көп пайдалану. Теледидар, планшет, смартфон сияқты құрылғыларға көп уақыт бөлу баланың тілдік дағдыларына кері әсер етуі мүмкін. Осы тұста айта кетейін, балаңыздың көзінше барынша смартфон қолданбауға тырысыңыз. Бала сізден үлгі алады. Төртінші себеп – бұл есту қабілетінің бұзылыстары. Есту қабілеті төмен балаларда тілдің дамуы да кешірек болады. Сондықтан, егер балаңыз дыбыстарға жауап бермесе немесе сөйлеу кезінде естімейтіндей көрінсе, оны дәрігерге көрсету қажет. Бесіншісі – неврологиялық мәселелер. Кейбір неврологиялық аурулар баланың сөйлеу қабілетіне әсер етуі мүмкін. Мысалы, аутизм спектрі, ДЦП, сөйлеу апраксиясы және тағы басқалары. Бұл жағдайда тілдің дамуына кешігулер болуы ықтимал. Алтыншы себеп – екі тілді орта. Егер бала екі тілді ортада өсіп келе жатса, оның тілінің дамуы кеш болуы мүмкін, бірақ бұл ұзақ мерзімді кешігу емес, және балалар көбіне екі тілде бірдей жақсы сөйлей бастайды. Жетіншісі – психологиялық факторлар. Егер бала стрессте болса, немесе үйде жағымсыз жағдайлар орын алса, оның тіл дамуына әсер етуі мүмкін. Бала 2-3 жасқа дейін 2-3 сөзден тұратын сөйлемдерді еркін қолдана алуы керек. Мысалы, мен су ішемін, мысық ұйықтап жатыр деген сияқты. Көбінесе бұл жастағы балалар 200-ден 1000 сөзге дейін біліп жатады. Қалыпты жағдайда солай болуы керек. Ал егер балаңыз мүлдем сөйлемесе, онда баламен алдымен өзіңіз жұмыс жасаңыз. Баланы логопед маманына апармай тұрып, мына әдістерді жасаңыз. Біріншіден, балаңызбен мүмкіндігінше көп сөйлесіңіз. Қарапайым сөздер мен сөйлемдерді жиі қолданыңыз. Ойын арқылы дамыту. Баламен ойындар ойнап, оған жаңа сөздерді үйретуге тырысыңыз. Келесі – кітап оқу. Баламен бірге кітап оқу және суреттер арқылы сөздік қорын дамыту өте пайдалы. Және ең соңында
маманға жүгіну. 2-3 жасар балаңыз мүлде сөйлемей сізді алаңдатса, оны сөйлеу терапевтіне немесе педиатр, логопед мамандарына жүгініңіз. Тілдік дамуы әр балада әртүрлі болуы қалыпты жағдай, бірақ ұзақ уақыт кешігу байқалса, оған назар аударған жөн. Рабби шрахли садри ва яссирли амри واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Видеоның басында айтқанымдай, баланың тілінің шығуына көмектесетін дұға бар. Ең алдымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям айтады: балаларыңыздың тілдерін ла иляха иллалламен ашыңдар дейді. Егер балаңызға алла деп айтқызсаңыз, иншалла балаңыздың тілі тез шығады. Және Мұса алейхиссаламның фараонға бара жатқан кездегі дұғасы бар. Білмейтін жандарға айта кетейін, Мұса пайғамбардың бір ғана кемшілігі тілінің күрмеленуі болатын. Мұса пайғамбар осы дұғаны айтып, тілінің мүкісі жазылған болатын. Бұл дұға өте танымал дұға, әр мұсылман білуі керек. Құранда жазылған дұға болғандықтан, бұл дұғаны Алла атымен бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббиш рахли садри ва яссирли амри واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Аудармасы: Раббым, көкірегімді кеңіткейсің, ісімді жеңілдеткейсің, олар сөзімді түсіну үшін тілімнің күрмеленуін шешкейсің. Таха сүресі 25-28 аяттар. Әрине, бұл дұғаны кішкентай бала айта алмауы мүмкін, бірақ та анасы немесе әкесі баласына осы дұғаны айтып дем салуға болады. Осы Мұса алейхиссаламның дұғасымен калиманы балаңызға айтқызсаңыз, иншалла балаңыздың тілі тез шығатын болады. Балаңыздың тілі балдай тәтті шығуына баршаңызға тілектеспін.